30 желтоқсанда жолға шықтық, болжамды қарап. Мына Мұқырдан бастап видео түсіріп бастадық. Ақтөбеден Қандыағашқа өздеріңіз білгендей күшті жол, керемет. Кәдімгідей тапайсын. Байганиннен газ құйып алайын деп едік, жабық тұр газ бекеттері. Сосын ары қарай жүріп кеттік. Әр ауылдың қасында енді жол пол тұрады, бірақ тоқтатқан жоқ, ұмытып кеттік. Ауа райы -5 па сондай, бірақ ылғал бар да, тұман бар. Ана алдындағы әйнегіміз ақыры сол қатып қайта ештеңе істей алмадық. Бүкіл ысыны жібердік, алдыға бәрібір қатып қалады. Сол ылғал болып тұр ғой тұмандағы. Машада рация болғасын, сол жолда жігіттермен сөйлесіп, уақыт өткізіп. Бұрылып кеттім ба да? Жақсы, ақ жол. Жақсы, ақ жол. Мынау не зат? Бақат па? Досорова. Тез жетіп қалдық та әңгіме қалсын. Ақ жол. Мен ана нефтекке сосын сол ақтауға бұрыламын деп. Жетіп қалдық Досорова. Негізі Байганинде газ құйып алатын едік, Сағызда бәрі жабық тұр, түнде газ құя алмадық. Сол себептен нефтекке келіп жанармай құямыз ғой енді. Бір жақсы нефтектің ішінде туалет таза, жақсы, жылы. Сосын енді бағалар енді сәл қымбаттау, бірақ бәрі бар да, керегінің бәрі бар. Фар жанбайтын, анандай болып кеткен ғой. Бірінші рет бүгін 30 желтоқсан 20-25 Шұбардан бастап мынандай қалың тұман, дым көрінбейді. 70-80-мен келдік. Сонда Ақтөбеден газ жетті. Негізі газ 400-ге жетеді ғой. 530 жүрдік па, 520 ма? Нефтектен шығып, ары қарай Ақтауға қарай бағыттап жүріп кеттік. Досорға дейін енді көктайғақ, ештеңе жоқ, тап-таза жол. Мына Досордың ішінде жолдар сәл-пәл тазаланбаған екен. Көктайғақ бар екен. Досор деген. Осы Досордан бірінші мұнай осы Досордан шықты ғой. Енді мына жаңа заң қабылданды ғой, енді тоқтатуға болады. Қайта тоқтатты. Жағдайын сұрап, қалай, шаршап жатқан жоқсыз ба? Қалай жігіттер бейнеуге қарай? Көп мұз ба? Қарай? Бейнеу. Көктайғақ бар ма? Ана неге Ақтөбе жақтан Досорға дейін жол тап-таза, бірақ тұман. Ашық бола алды братан? Иә, ашық. Мұз жоқ, бірақ жолда. Текущее время 6 часов утра. Впереди камера. Камера в спину. Ограничение 90. 200 метров. Камера в спину. Досорды өткеннен кейін ұйқы басты, ұйқым келіп, шаршап. Бұрыннан да осы Досордан өтіп ұйықтайтын едік.
бүгін сондай жағдайға келдік. Одан да 1-2 сағат ұйықтап демалып дегендей ұйықтап алдық. Мына таңертең ана Өзбекстан жүргізушілері бір-бірімен рациямен сөйлесіп оятты. Мен де ұмытып кеттім сөндіруге. Доссордан Құлсарыға баратқанда 1-2 рет шериф өтіп кетті. Дым жарығын жақпай. Негізі сол Атырауда сондай көп істейді. Сол жол қызметкерлері жарық қоспайды. Арнайы жарықтан. Мысалы Маңғыстауда қосады, Ақтөбеде қосады. Сол Атырауда білмеймін неге өйтіп істейді. Шықтым ба жұмысқа, қыз шиш. Салам алейкум. Туалет бар ма? Туалет. Құлсарыдағы келіп туалет, анандай жылы туалет таба алмай сосын таптық осы жерде. Жылы емес енді, бірақ әйтеуір даланың туалетінен жақсы. Құлсарыдан шығып атқан жерде қайтадан тоқтатты. Енді құжаттарын сұрады. Енді қағаз түрінде сұрады бәрін. Сақтандыру полис бәрін. Біз енді планшетпен көре алмаймыз дейді. Тағы бір бәле шықты дейсің ғой. Сол көп ұзамай бәрін көрсеттік. Жіберді. Жолыңыз болсын, шаршап отқан жоқсыз ба деп. Сол ары қарай бастық Ақтауға қарай. Жол енді осындай. Жақында жөндеуден шықты. Мына Сары Боранқұл керемет асфальт салынған биыл 25-те. Сергек. Пешеходный переход. Ограничение 40. Мына жердегі сергекке ұсталған адамдар бар ма? 40 деп тұр ғой енді. Мына енді темір жол өткелді бәрі біледі ғой енді. Ана жол жүріп батқанда сөйтіп есептейсің ғой. Майкөнген, сосын темір жол, сосын Боранқұл, содан Бейнеу ғой. 115 километр ма Боранқұл Бейнеу. Мына көк тайғақты қараңдар. Дым, тұз, құм ештеңе сеппеген. Мысалы Ақтөбеде енді көп жерде мына Қазавтожолдың бір қисайып жатқан бір техника бар. Бейнеуге жетіп Сарғадан толтырып газ құйып алдық.